Алла тағала тозақты мынандай адамға харам етеді дейді. Сол кім десе, «Әлә күлли қарибин хаййинин ләййин» деп айтқан. Әрбір жақын, жеңіл, әрі жұмсақ адамға тозақ харам деп айтқан. Үйіңізде жеңіл адам, жеңілсіз да, жұмсақсыз, және отбасыңызға жақынсыз. Әрбір жақын, жеңіл, жұмсақ адамға тозақ харам деп айтқан. Тозақ харам етілді деген. Осындай хадис бар. Алланың елшісі саллаллаху алейхи үйде не істейді деген кезде, ол кісі қой сауатын. Ол кісі өзінің киімдерін көктеп тігіп ала салатын. Үй шаруасында Айша анамызға жәрдем беретін. Азан айтылған кезде намазға шығып кететін. Қараңыз. Бұл енді пайғамбардың айтылған үйінде істеген істерінің бір парасы. Мәселен да. Жеңіл адам болып тұр ғой. Сіз келіншегіңіз отыр, өзіңіз отырасыз да, ине жіп қайда еді деп, мәселен да. Өзіңіз жыртылған нәскиіңізді тігіп отырсаңыз да. Кластасыңыз келіп қарап отыр да сізге. Кірсеңіз, келіншегіңіз ана жерде отыр, сіз нәски көктеп отырсыз да. Алланың елшісі саллаллаху алейхи жеңіл ма? Жеңіл. Өте жеңіл адам. Жұмсақ па? Өте жұмсақ адам. Жақын ба? Өте жақын адам. Яғни ол кісі сол жағынан нені көрсете білген адам. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жомарттық жағынан ешкім оған жете алмаған тірісінде. Өлісінде де оған ешкім жете алмайды, өлгеннен кейін де ешкім оған. Ол кісі қолында ешқашан дүние тұрмайтын, ешқашан сұраған жанды ешқашан қайтарған емес. Болмай тұрса, таппай қалса, соған бере алмаған үшін жаны қиналатын еді. Соның қызметінен табыла алмаған үшін, соның қиыншылығын жеңілдете алмаған үшін қиналатын адам болған.